Құрметті достар, Пасханың жақын мерекесі, Мәсіхтің қайта тірілген күні келіп жетті. Бұл православ христиандардың басты мерекесі, өмірдің өлімді жеңіп, қараңғы жарық болған күн. Пасха бұл шынайы қуаныш пен үміттің мейрамы. Біз шаттықты баршамен бөліскіміз келеді. Және бұл қуанышқа адамдар қалай бас қосатынына куә болу ерекше әсер қалдырады. Біздің ортақ үйіміз көпілті және бейбітшілікті сүйетін Қазақстанда тіпті православиялық сенімге қатысы жоқ. Адамдар да бұл мереке жайлы біледі, құрметтейді, достарын құттықтайды және Пасха күліштері мен боялған жұмыртқаларды қабыл алады. Бұл күндері бір-біріміздің салт дәстүрімізге қаншалықты жылы лебізбен, құрметпен қарайтынымызды көруге болады. Халқымыздың нағыз рухани күші сыйластық, татулық, мейірімділік. Осы бірлікті тек мерекелерде ғана емес, күнде сақтай білейік. Мәсіхтің қайта тірілуі әрбір үйге тыныштық, береке мен құт әкелсін. Мереке құтты болсын, достар. Мәсіх қайта тірілді.